Ассалаумағалейкум. Тағы да мен айтқым келеді. Мына депутаттар бәрі жиналып штрафты ұрып жатыр ғой. Қазақстанға неге не дейсіз, біздің айлықтарымызға да еңбегі сіңген адам сияқты бар ғой. Ананы болса үйтіп жатыр ма? Көрсетіңдер, ауылда мектепті көрсетіңдерші, мектепті ауылда. Мына депутаттардың шығарып жатқан заңына, шығарып жатқан штрафына сәйкес келе ма? Соны түсіріңдерші. Заңға сәйкес келе ма ана мектеп? Ауылда мектептеріңді түсіріңдерші, айналайын қазақтар. Қандай мектепте? Не үшін мектепті қазақтың балаларында, жастарында не үшін сауат жоқ? Болса да аз, болса да білімсіздеу. Не үшін? Себебі сендер мектептеріңді енді тиктокқа салмайсыңдар. Тиктокта құдай білсін баяғы ана бестік тақтайменен жасалған жағы партама, не дейді, интернет бар ма? Балалар неменен оқиды? Ауылды көрсетіңдерші, қаланың ішіндегі, енді Алматының, Астананың ішінде гүл болып тұр ол мектеп. Ауылды көрсетіңдерші, ауылды айналайындар, ауылды көрсетіңдерші. Неменен, қысыменен қалай шықтыңдар? Ауруын жасырған өлет деген. Ауруын жасырған сауатсыз қалады. Жыламаған балаға емшек жоқ деген. Ананың өзі жыламай жатқан балаға емшек бермейді екен. Билігің былай тұрсын. Үндемесең, әкең де саған тамақ бермейді екен. Мені тоқ екен жемейді ғой бүгін деп. Біреулер бар, беретін. Қарай, сол сияқты мұғалімдер ауылдағы, директорлер, сендер кімде-кім ауылыңдағы мектепті интернетке, тиктокқа, ютубқа салған адамға сендердің айқайлап ұрысуыңызға мүлде ақыңыз жоқ. Сіздер оларға барып балаларына тыйым не салуға ақыңыз жоқ. Балаларына тиісуге, аккаунтын қарап тауып алып, балаларына тиісуге ақыңыз жоқ. Себебі сендер де сол тиктокқа сол мектепті салса, егер ол мектепте жақсылық болса, сендер де содан тамақ жейсіңдер. Сол мектепке жақсылық кірсе, сендер де содан тамақ жейсіңдер. Сендердің де жағдайыңыз түзеледі. Сондықтан әр мектепте, ауылда жатқан, құлайын деп тұрған мектепте, құлайын деп тұрған жағдайы жоқ мектепті, сендер үнді басқа біреулер неге салып жатса, тиктокқа, ютубқа, интернет жүйесіне салып жатса, сендер үндемеңдер. Үндемеңдер. Сендердің ақыңыз жоқ. Айт, мен әр баламен айқайласып жүрем ба? Кімнің аузын қақпақ болау? Алатыным 100.000 теңге. Қайда жетеді маған? Деп өзіне жабысыңдар. Директор мырзалар, сендердің ол шаруаларыңыз емес, ол мектебіңізді жамандап түсіріп атса, айт. Бірақ жақсы жағынан көрсетіп жатса, сендердің ол мектепке не қылуға, ауылдағы мектепті түсіруге, ауылдағы мектепті көрсеткенге сендер тиісуге ақыңыз жоқ. Білесіңіз бе, ақыңыз жоқ. Тиіспеңдер, не істейсіңдер? Блогерлер деген ол өзінің контентін шығарады. Жамандамаса болды ғой. Директорың анау деп. Барған блогерлерге айтарым, директорге жамандамаңдар. Мұғалімдерге тіл тигізбеңдер. Сол блогерлер мұғалімдерге тіл тигізіп директорын жамандайтын болсаңыздар, сендерге заңменен не қылады? Заңменен қудаланасыңдар. Егер
мектепті түсірсеңіздер, ол не қылады? Ол бараттағы, ол мектепті көрініп тұрса мектеп, ол не қылады? Ол мына жерде тұрған депутаттар, мына жерде ана билікте отырған адамдар, ол кімге тиіседі? Барып директорге тиіседі. Директорге емес, әкімге тиіседі. Кешіріңіз. Ол директордың қолында түк жоқ, ол айлыққа қарап отырған адам. Мұғалім айлыққа қарап отырған адам. Ертең ол мектеп құлап қалса, шырылдайтын мұғалім менен директор. Сондықтан директор мырзалар, біреулер сіздердің мектебіңізді түсіріп интернетке салам деп жатырса, сендер тиіспеңдер оған. Тиіспеңдер. Ол сендердің жұмысыңыз емес ол. Ол халық, ар жақта отырған, ауылда отырған халық, сенің жаңағы мектебіңде оқығысы келмейді, баласын оқытқысы келмейді. Ұялады ана мектебіңді көрсетуге. Ішінде ошақ бар шығар, құдайсын, қойдың қиын жағатын. Ішінде пеш бар шығар, састып көк түтін болып отыратын. Соларды түсіртіп, пеш, анау-мынау ненің бар сыртта тұратындай қылып, мына қазіргі депутаттардың барлығы заң шығарып жатыр ғой. Сол айтқан заңына, өздерің шығарып жатқан заңына мектеп сай келе ма? Соны салыстырсын халық. Міне, сондықтан директор мырзалар, мұғалім мырзалар, сендердің білім ошақтарына біреу интернетке салса, сендердің тиісуге, ойбай, мектептің абыройын төкті, деген, ол баяғы 100 жылдық жағы Совет өкіметінде кезіндегі абыройды қойыңдар. Онсыз да сендердің мектептеріңіз абыройсыз ол. Не сауаты жоқ, не интернеті жоқ. Көрдіңіз бе? Қазіргі шығарып отырған заңдарға сәйкес емес ол не деген. Міне соны қараңдар.